Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың сондай-ақ Алматы облысы әкімінің қаулысы бойынша осыдан бір ай бұрын коронавируспен күресу жолында халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қарасайлық әскери міндеттілер арнайы жиынға шақырылған болатын. 30 күн бойы аудан ішінде полиция қызметкерлерімен қатар қырағылық қызметте болған жауынгерлердің бүгін сақтық шараларына қатысты міндеттері аяқталды. Осы уақыт ішінде 78 ерікті офицер мен жауынгерлерден жасақталған қорғаныс бригадасы карантин режимін сақтау мен қауіпсіздік жұмыстарына жауапты болды. Олар бір ай көлемінде аудан ішінде орналасқан 8 санитарлық бекетте кезекшілікте болып, 7-еуі жаяу патрульдік қызметтің міндетін атқарды. Сарбаздардың жауапты істері аяқталуына орай бүгін олар 13-ші аумақтық қорғаныс ротасының казармасы ретінде жабдықталған Қаскелен қаласындағы номер 1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде қайтадан сап түзеп, атқарған қызметтері үшін марапатталды. Арнаулы жиынға арнайы келген аудан әкімі Жандарбек Далабаев ержігіттердің елеулі істерін мақтан етіп, Алматы облысының әкімі Амандық Баталовтың құрмет грамотасын және өз атынан бірқатар ұландарға алғыс хаттарды табыстады. Мына сіздердің атқарған жұмыстарыңыздың арқасында Қарасай ауданында үлкен жұмыстар атқарылды. Құрметті жауынгерлер, сіздерге Алматы облысы әкімі Амандық Баталовтың атынан үлкен рахмет айтқым келеді. Және де өз атымыздан аудан халқының атынан шынайы ризашылығымызды білдіреміз. Дәл осындай марапаттардың реті облыстық полиция департаментінің атынан да беріліп, әскери азаматтардан бөлек блок бекетте табандылық танытып жүрген жауапты мамандар да құрметке ие болды. Өз кезегінде қатардағы сарбаздардың бірі Рүстем Разағұлы бір ай ішінде атқарған міндетін қысқаша айтып, жауапты іске қашанда дайын екендігін жеткізді. 30 күн бойы бұл жерде бізге қойылған бұйрықтарды қатаң орындап, және осы жерде жүрген сарбаздардың бәрі өз еріктерімен келді. Азаматтардың заңды бұзбауын қадағаладық. Осылайша абыройлы азаматтық борышын атқарған әскери жігіттер қырағылық қызметтерін аяқтап, енді отбасыларына оралатын болады. Мінсіз міндетке атсалысқан үшін біз де алғысымызды білдіреміз. Сюжетті дайындағандар Атлана Исаева, Дидар Мәлікұлы және Артур Қасымов.